Ол зиялыларының алтын бесігі саналған. Қызылжар өңірі уақыт ұсынған аса күрделі міндеттерді ойдағыда еңсеріп, келешекке өріс ашып отыр. Мұны облыстың әлеуметтік экономикалық ахуалындағы оң нәтижелерден айқын аңғаруға болады. Облыс экономикасының негізгі күретамыры ауыл шаруашылығы саласы саналады. Жыл сайын жақын және алыс шетелдерге шамамен 2 миллион тонна астық, 250 мың тонна ұн, 200 мың тоннадан астам майлы дақылдар тұқымын экспортқа шығарады. Алайда солтүстік Қазақстан облысының басшылығы осы серпінді жобаларды жүзеге асыратын, әрі өңірдің ауыл шаруашылығы саласын жандандыратын маман тапшылығына алаңдаулы. Кезінде түрлі жағдайлармен тұрақтап қалған өзге ұлт өкілдерінің тарихи отандарына көшу үрдісі бәсеңдемей отыр. Оңтүстік және солтүстік Қазақстан облысының басшылығының өзара келісім нәтижесінде бағдарлама түзіліп, осы олқылықтың орнын оңтүстіктен еңбек күшін тарту арқылы толтыруды көздеп отыр. Онсыз да халқы тығыз орналасқан әрі жұмыс күші тапшы оңтүстік өңір үшін бұл бағдарламаның маңызы зор болмақ. Оңтүстіктің халқын солтүстікке қарай қоныстандырудағы мақсат Қазақстандағы оңтүстік пен солтүстік арасындағы жергілікті тұрғындардың демографиялық тепе-теңдігін қалпына келтірудің бір жолы. Екіншіден, жұмыссыздық басым оңтүстік тұрғындарын, еңбек қолы тапшы солтүстікке тарту. Үшіншіден, жоғарыда айтып өткеніміздей, индустрияландыру бағдарламасының басым бағыттары солтүстікке орналасып жатыр. Оған орасан зор еңбек күші қажет. Бұл орайда демографиялық өсімі төмен солтүстікке, халық саны көп оңтүстік жәрдемге келуі тиіс. Жақында ғана облыс әкімінің орынбасары Ерлан Айтахановтың жетекшілігімен арнайы делегация солтүстік Қазақстан облысына барып, ондағы қоныс аударушыларға жасалатын жағдайды саралап қайтты. Мұндағы облысқа қарасты аудан ауылдарды аралап, олардың көшіп келушілерді қабылдау мүмкіндігін зерделеді. Делегацияны облыс әкімі Ерік Сұлтанов арнайы қабылдап, екі облыс арасында түзілген келісімнің жүзеге асыру жолдарын нақтылады. Қош келдіңіздер. Солтүстік Қазақстан облысы атақты Абылай хан ордасын құрған өлке, ұлы Мағжанның елі, сегіз сері, Ақан сері, шал ақын Күле Ыбырай ән салған Шоқанның балалық шағы өткен жер. Ресейдің Түмен, Омбы, Қорған сияқты үш облыспен шекаралас жатқан біздің облыс еліміздің солтүстік қақпасы болып саналады. Бұл жұмыстардың барлығы халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартуға бағытталған. Сондықтан қоныс ауыстырып, еңбек етеміз деген отбасылар болса, қарсы алуға даярмыз. Жалпы қоныс аударатын отбасыларға ұсынылатын жұмыс көздері мен оларға жасалатын қолдау шараларын көру мақсатында келген делегацияның жұмыс сапары Мағжан Жұмабаев ауданынан басталды. Оңтүстіктегілерді ыстық ықыласпен қарсы алған аудан әкімі Асқар Бегманов өңірдің бүгінгі жағдайымен таныстырып, келушілерге көрсетілетін көмек шараларымен бөлісті. Біз енді жалпы бүгінгі күнге 28 үйіміз дайын тұр. Солтүстік Қазақстан облысы Мағжан Жұмабаев ауданында. Жалпы егін алқабы бізде 560 мың гектар. Оның ішінде бидай, дәнді дақылдар 350 мың гектар жерде егеміз. Енді жылдан жылға жаңағы мал шаруашылығы, егін шаруашылығы дамып келе жатқандықтан бізде өндіру жағынан енді мамандар жетіспейді. Сонекейін жылдан жылға адам ресурстарына бізде қажет болғандықтан қазіргі кезде біз 28 үйді дайындап отырмыз. Ол мамандықтар механизатор, агроном, мал дәрігерлері. Сонекейін бюджет жағынан келетін болсақ, бюджеттік мекемелерде бізде 30 шақты, қазіргі кезде 30 шақты мемлекет және басқа да қызметкерлер қажет. Жамбыл ауданы енді өзіміздің қандастардың көп шоғырланған жері. Табиғаты өте шаруашылыққа қолайлы. 600-ден артық көл бар. Соның жартысынан көбі тұщы сулы көлдер. Екі көлдің біреуінде балық бар, ақ қайыңдар, шабындық жерлер. Сондықтан ауданымызда ауыл шаруашылығы, оның ішінде мал шаруашылығымен айналысуға өте қолайлы. Біздің Мамлют ауданымызда жалпы 20 мың адам тұрады. Оның ішінде аудан орталығында Мамлютка қаласында 7 мың адам тұрады. Барлығы ауданда 42 елді мекен бар. 11 ауылдық сельский округтар бар.
Біздің аудан бойынша жалпы 35 мұғалім керек болып отыр, 7 дәрігер, тағы да малшылар мен механизаторлар керек болады. Қарап атсаңыз, енді осы ауылдың енді бүкіл инфраструктурасы, орысша айтқанда бәрі бар. Мінекей осы тұрған осы ортамыздағы мінекей алдымызда міне сол жағында мәдениет үйі, сол қалпында, бір терезесі шытынаған да жоқ. Ішінде кітапханасы бәрі жұмыс істеп жатыр. Мәселе енді жұмыспен қамтамасыз етеміз. Жұмыс істейтін адамға бәрі бар мінекей. Аудан автомобиль және теміржол тораптарымен байланысқан, Астана, Қостанай, Көкшетау қалаларымен байланысты. Маусым айынан бастап Қостанай, Новошим, Астана, Қызылорда бағыттары бойынша тальга пойызы жолға қойылды. Аудан егінді аймақта орналасқандықтан 719 мың гектар алқапқа бидай егіледі. Елбасының тапсырмасымен 17 отбасын ауданға қабылдап, үй-жаймен жұмыспен қамтып, балаларын мектеп пен балабақшаға орналастыруға дайынбыз. Бақыт шаруа қожалығында 600 гектар жер бар, 104 ірі қарамыз бар. Ол Әулиекөл тұқымынан, сонымен қатар жылқыларды асыраймыз. Қазір бізге бақташы қажет, орташа алғанда жалақысы 100 мыңға жақын болмақ, баспанамен қамтамасыз етеміз. Жеріміз молшылық, мал бүгінгі күні шаруашылығы көп, сондықтан біраз жұмыскерлер жетіспейді. Неге десеңіз, көктемде 20 күннің ішінде, 15-20 күннің ішінде егілу керек. Күзді күні бір жарым айда егін алыну керек. Күні жұмыс істейміз, сондықтан әжептәуір механизаторлар, комбайнерлар, жүргізушілер, тағы басқа мамандар жетіспейді. Сондықтан жағдай болса, сол оңтүстік жақтан кісілер келсе, біз қарсы алып, жұмыс тауып беруге жағдайымыз бар. Шаруашылықта 3000 гектар қазір жер бар. Оның 1100-ді егіндік алқап, 1000 гектары мал бағатын жер, 1000 гектарға жақыны шабындық шөп жерлер. Егер оңтүстік Қазақстан облысынан көшіп келетін тұрғындар болатын болса, жұмыспен қамтамасыз етеміз, үйменен қамтамасыз етеміз, мал береміз көмекке. Қандай еңбек ақысын төлеп отырамыз. Елбасының бағдарламасына сәйкес үлкен ауқымды ауыл шаруашылығын көтеруге үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Соның барлық бағына сыбаға, құлан, жер игерілмей қалған жерлерді елбасының 14 жылғы жолдауында үлкен алға қойған мақсаттар қойылды. Жерді тек қана жаңа технологиялармен игеру, мал шаруашылығын дамыту. Сол үшін 11-ші, 17-ші, 18-ші жылдарға арналған үлкен мал шаруашылығын дамытуға бағдарламалар бар. Олар құлан, алтын асық, сыбаға бағдарламалар, ырыс, елді мекендерге шаруашылықтар, аудандағы шаруашылықтар соның бәріне атсалысты қатысып жатыр. Негізінен бізге қазір тапшылық етіп тұрған шаруашылықтар олар механизаторлар, сварщиктар, қағазы бар, сондай квалифицированный, өйткені сауыншылар. Мен 1998 жылы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін аяқтап, сол жылы осы Солтүстік Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов ауданына келіп, мәдениет үйінде директор қызметін атқардым. Егер оңтүстіктен Солтүстік Қазақстан облысына көшіп келем деген жас отбасылар болса, мамандар болса, келіп жұмыс істеулеріне болады. Мұнда мемлекеттік тараптан көмектер көрсетіледі. Кешелі бері аралап барлық жерді көріп шықтық, шаруашылық салаларын, шаруашылық басшыларымен таныстық. Бұл Алтай мен Атыраудың ортасында орналасқан бүкіл жаңағы ата-бабамыз білектің күшімен, найзаның күшімен сақтаған жерді сенің жерің, менің жерім деп білу, сондай бір бейбітшілік өмірде сүріп жатқан ұрпақ бізге атымызға лайықты емес нәрсе. Қысқасы екі облыс басшылығының ортақ келісімі қос өңірдегі еңбек нарығын реттеуге, ондағы демографиялық түйткілдердің оң шешілуіне, екі арадағы сауда-экономикалық әріптестіктің нығаюына септігі мол болмақ. Бұл елбасының ел азаматтарын ерікті түрде еңбек ресурстары артық өңірлерден, еңбек тапшылығы сезіліп отырған аймақтарға қарай экономикалық тұрғыдан оңтайлы етіп орналастыру жөніндегі тапсырмасын іске асыру шарасынан туындап отыр. Халқы тығыз, жұмыс күшіне сұраныс аз оңтүстік жұртшылығы үшін баянды бастаманың маңызы айрықша. Ендеше, ортақ Қазақстанымыздың кемелді келешегі үшін біз осы игілікті істерге белсене қатысқанымыз абзал. Шырайлы оңтүстіктің еңбекқор халқы шырайлы солтүстік өңіріне қоныстанып, егемен еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуына серпін беріп жатса, нұр үстіне нұр болары анық.